Бүгін үй бекелеріне тамаша бір бауырдан осындай торт және рулет жасауды айтатын боламын. Қойдың бауырын алып, сыртын қабығын ашып жақсылап дайындап аламыз. Сөйтіп оған 2 жұмыртқа, май, азғантай ұн, сонымен қатар сүт және аздап қана тұз салып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Сөйтіп оны сұйықтау қылып жасап алған соң, қызып тұрған табаны майлап алып, видеода көрсеткендей етіп, құйып, шет-шетінен жақсылап жағып, барынша жұқалау етіп, екі бетін жақсылап пісіріп аламыз. Табамыздың астының оты қатты болмау керек, сонымен қатар жайда болмау керек. Майын көп құймастан кәдімгі блинчик пісірген, отта пісіргендей қылып, әдемілеп екі жетін қызартып, сковородкада пісіріп аламыз. Бірінші шеті піскен соң абайлап екінші шетіне ауыстырып, екінші шетінде пісіріп аламыз. Әр пісірген дөңгелегімізді шетке алып, шет-шетін қырқып, дөңгелек формаға келтіріп алсаңыз, кейін арасынан начинка жағуға дайын болып тұрады. Мінекей араға 1-2 минут салып, біздің бауырымыз пісті. Осылайынан бір тарелкаға әдемілеп жинап аламыз. Сөйтіп, азғантай майонез алып, әр слойға майонез жағамыз. Қаласаңыз, укроп сепсеңіз болады. Сөйтіп, рулет жасау үшін бізге сәбіз және пияз, азғантай май ғана керек. Қызып тұрған сковородкамызға пиязымыз бенен сәбізімізді салып, майға жақсылап қуырып аламыз. Сәбізіңіз гырт-гырт болып қалмасын, әдемілеп піскенше қазанның астын жай қойып отырып пісіріп аламыз. Сөйтіп, бағанағы пісірген блиніміздің ортасына сеуіп, осындай формаға келтіріп, әдемілеп ораймыз. Ал қаттар-қаттарға жағылған, майонез жағылған тортымызды әдемілеп шет-шетін кесіп тастап, осылай 3 бұрышты етіп кесіп дастарханға тартсаңыз болады. Асыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк және комментарий қалдырып кетіңіз. Подписаться етуді ұмытпаңыз.